оның орнынан шыға алмай қиналып жүрген адамдар немесе отбасылар біздің арамызда теккен жерден табылады десем өтірік емес. Олай болса, бір отбасы осы қарыз мәселесінен қалай құтылуы керек? Бұл үшін мен мынандай бір тұжырымға келдім. Біз отбасымызда серіктік секілді басқара білуіміз керек. Бір серіктік даму үшін мүмкіндіктің барынша шығынды тежейді және пайданы барған сайын жоғары көтереді. Міне, осы екеуі біріне бірі қарама қарсы бағытта жүрген кезде ғана бұл серіктік пайдаға қарай жүреді және ақша табылады. Ендеше бір отбасының өзін мен бір серіктікке теңейтін едім. Ал ондай болса, осы отбасын серіктік секілді басқара алған кезімізде біз бағанағы қарыз мәселесінен құтылып, экономикалық еркіндікке шыға аламыз. Онда достар, мынаған қараңыздар. Тағы да осындай дүниелер. Бір серіктікте сіз қай жерге барып бухгалтерлік оқыңыз, осы дүниелерден ешқашанда қашып құтыла алмайсыз. Сіз қай жерге барып ақшамен айналысыңыз, немесе сауда істеңіз, немесе отбасыңызда болсын, тағы да осы дүниелерден аулақ кете алмайсыз. Ендеше осы төрт түрлі нәрсені тану біздің қарыздан құтылуымыздың, экономикалық еркіндікке жетуіміздің негізі деп айтуға болады. Біріншісі чыңбын. Бұл өзіндік құн деген нәрсе. Бір отбасының, мысалы, үйді қаншалық үлкен қылып отырып салдың, немесе қаншалық машина сатып алдың, арзаннан алдың ба, қымбатынан алдың ба? Бұлардың барлығы осы отбасының чыңбыны есептелінеді. Мысалы, үйді салып алғаннан кейін, оның үшін елден асыра отырып әшекейледің ба? Елден де қымбат, күшті дүниелерді әкеп салдың ба ішінде? Солардың барлығы чыңбынға кіреді. Сондықтан бұл чыңбынды мүмкіндіктің барынша тежей білуге үйренуіміз керек. Өйткені чыңбынды тежей білген кезде біздің мына пайдамыз көтеріледі. Одан кейінгісі шығын. Шығын. Ендеше шығын деген не? Мысалы, отбасыларында алуан түрлі шығындар болады. Біреудің отбасына бір айда 1,5 мың, 2 мың юан жетеді. Ал енді біреулерге он неше мың юан да жетпейді. Демек, мәселе шығында тұр. Шығында тұр. Одан кейінгі біреусін жаңа айтып өттім, кірім дедім. Кірім деген нәрсе, осы отбасыға кіретін жалпы ақшалар. Әйелің екеуің бірге жұмыс жасайсың ба? Яғни бала шағаңменен де отбасыларыңа кіріс кіретін мүмкіндіктер бар ма? Олай болса, малың бар ма сыртта? Я болмаса майға беріп қойған жерің бар ма? Солардың барлығы да ақша тауып тұрған дүние болса, осылардың барлығы не? Кірім. Ендеше кірім шығыннан үлкен болған кезде, кірім шығыннан үлкен болған кезде, шығын кірімнен аз болған кезде, біз оң бағытқа қарай жүре аламыз. Егер де шығымың көбейіп кетіп, кірімің аз болса, немесе кірімің өзгермесе, онда сен сөзсіз түрде зиянға қарай жүресің. Одан кейін барып біз ең соңында таза пайданы есептей білуіміз керек. Өйткені кірім, жалпы кірімді айтады. Біз одан шығынды шығарып тастағаннан кейін барып, жаңағы таза пайда қалады. Ондай болса, біздің отбасымыз осайда сірә қанша ақша тапты деген нәрсені сіз серіктікті есептеген секілді оқсас есептейсіз. Серіктікте осы жұмысты істейді. Сіздің отбасыңыз да осы жұмысты істеуі керек. Онда қараңыздар, мына шелектің аты кіріс шелегі. Кіріс шелегі. Ендеше осы шелек, осы шелекке біз мүмкіндіктің барынша толтырып су құямыз. Солай емес па? Ендеше кірім шелегін толтырдық осайда. Ал сонымен қатар енді қайттық ай басынан бастап отырып, біз бұл шелекті лапылдатып төгеміз. Сыртқа қарай тойға барамыз, ойға барамыз, қойға барамыз, шайға барамыз, биге барамыз деген секілді қайтеміз, төгеміз сарылдатып отырып. Сонан ең соңында мына шелегінің ішінде еш неме де қалмайды. Әуелі басқалардан кішкене бірдеме сұрап, шелегіңе құюға тура келеді. Ол кезде қарызға қарай бет аласың. Әрине достар, мен бұлардың барлығын қысқа ғана кескіннің ішінде сіздерге жеткізіп айта алмаймын. Десе де осы дүниелерден ойы бар адам біраз дүниені идеясына жинақтай алады деп ойлаймын. Әрине достар, қысқа ғана кескіннің ішіне мен бұлардың барлығын сіздерге толығымен жеткізіп берем деп айта алмаймын. Бұл бір көлемді дүние. Мен алдыңғы рет отбасыңды серіктік формасында басқара біл деген бір көлемді сабақ орналастырғам. Оған көптеген достар қатынасты және жақсы пікірлерін берген еді. Ендеше осы мазмұн бойынша тағы да бір рет орналастырсаңыз деген ұсыныстар түсіп жатыр. Егер тыңдағыларыңыз келсе, Атой 2025-ті қосып алып, маған хабарласыңыздар. 记得关注再走哦。